Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен. Мен заңгермін. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы осы жұмыссыздыққа байланысты, яғни пособие алу, яғни ақша алу және сол пособияны қалай алу керек екендігін сіздерге айтып, соны көрсететін боламын. Осы карантинге байланысты көп азаматтар қазіргі кезде жұмыссыздықпен қақтығысқан болатын. Қазір жұмыссыз отырған азаматтарға біздің осы видеомыз өте пайдалы болады деп сенеміз. Жұмыссыздық туралы пособие кімге және қалай беріледі деген осы ойда боларсыздар. Ол пособие өзі атымен айтып отыр, осы жұмыссыз отырған, яғни ешқандай жерде официально жұмыс жасамайтындарға беріледі екен. Ал қалай берілетінін мен осы видеоның ортасына қарай сіздерге компьютермен қалай заявканы тастау керек екендігін, соның барлығын сіздерге көрсететін боламын. Ол заявка барлығымызға таныс осы egov.kz сайтынан беріледі. Жұмыссыздықтың осы пособиясы кімге және қалай деген сұрақтарға жауап бергеннен кейін сіздерге осы жұмыссыздық пособиясына қанша теңге беріледі екен деген сұрақтарды туындауыңыз мүмкін. Бұл сұрақтарға жауап айтатын болсақ, сіздің осы бүкіл жұмыс істеген кездеріңізді, официально жұмыс істеген кездеріңіздің барлығын санау арқылы қанша ақша бөлуге болады. Мысалы, сіз 2 жыл официально жұмыс жасадыңыз дейік, бір жылы осы 100 мың теңге алдыңыз, ал екінші жылы 50 мың теңге дейік. Сонда сіздің осы 2 жылдағы төлем ақыңыздың орташа ақшасы 75 мың теңге дейік, сол 75 мың теңгенің 40% сіздің пособияңыз болады. Келесі, осы сізде бұл пособие өмір бойы түсе ма, әлде белгілі бір уақытта ғана сізге түсе ма деген сұрақтар туындауы мүмкін. Бұл пособие 1 айдан 6 айға дейінгі төленетін осы жұмыссыздық пособиясы. Яғни сіз бір жұмыстан шығып, басқа жұмысты тапқанша дейін сізге берілетін осы мемлекеттен көмек деп айтсақ та болады. Сонымен қатар, ары қарай осы пособияны алу үшін тіркелу керек, осы заявканы тастау керек. Сонымен қатар осы қазір қалай тіркелу керек екендігіне мен сіздерге видеоинструкция арқылы осының барлығын көрсететін боламын. Осы видеоинструкцияға өтпестен бұрын достар, менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліп қойыңыздар. Маған бұл бір үлкен көмек болады. Және де осы заң саласында басқа да қызықты және сіздерге осы керек деген темаларға мен видео осы түсіретін боламын. Достар, сіздер ең алдымен осы жұмыссыздыққа байланысты пособияны алу үшін ең бірінші egov порталына, яғни egov сайтына кіресіздер. Міне мен өзімнің egov порталыма өзімнің атымнан кірдім. Содан кейін ең бірінші міне сіздер өзіңіз кіріп тұрсыздар, egov өздеріңіздің порталдарыңызға міне сіздің атыңыз тұратын ол жерде. Мына мышканы көргендей, мына жерде жазылып тұр трудоустройство и занятость деп. Біз осыған басамыз. Мына жаққа кіргенде басқа уже бір страница келді. Осыған байланысты оң жағында мына жерде жазылып тұр регистрация лиц, ищущих работу деп. Бұл дегеніміз осы жұмысты іздеп жүргенге байланысты осы пособияға тіркелу. Осы регистрацияға басамыз. Кейін міне заказать услугу онлайн деп тұрады. Осыған басамыз. Осыған басқан жағдайда сіздерде міне осы страницадағыдай осылай ашылады. Бұл жерде сіздердің осы данныйларыңыз жартылай бүкіл жерде уже толтырылып тұрады. Міне иніңіз, сіздердің адрестарыңыз, мекен-жайыңыз, телефон номер, сіздердің почталарыңыз, соңғы жұмыс істеп жүрген жерлеріңіз, соның барлығы сізде жазылып тұрады. Сіздердің мына жақта отделді ғана выбирать ету керек. Міне выберите отдел деп тұр. Осыған басасыздар. Центр занятости населения города Алматы деп менде шығып тұр. Мен Алматы қаласында тіркелгем. Соған байланысты бұл жерде Алматы қаласы деп тұр. Сіздер мысалы Шымкент немесе Астана қалаларында пропискаларыңыз болуы мүмкін. Сіздерде сол қаланың центр занятости шығады. Осыған басамыз. Содан кейін кезде мына галочкаға міндетті түрде басамыз. Бұны баспасаңыз сіздер ары қарай өтпейсіздер. Осыны басыңыз. Содан кейін барып мына астындағы далее дегеніміз жасылмен жанады. Содан кейін осыған басамыз. Міне біз басқа уже страницаға көштік. Бұл жерде сіздер осы барлығын толтыруыңыз керек, мына жақтағы данныйлардың барлығын. Мен бұны сіздерге енді былай айтайын, тез толтырып кетейін, өйткені негізі мен жұмыс іздеп жүрген жоқпын деп айтайын. Міне наименование специальности, қандай специальностьқа сіздер таңдайсыздар, сол специальностьқа байланысты сіздерге негізі жұмысты мемлекет береді. Соған байланысты мен мысал ретінде енді барлығын таңдап кетем. Міне сфере услуг, продажа, не продажа деп барлығын осыны таңдап кететін болам. Охранник деп. Мен енді бұны тез таңдап кететін болам, бірақ сіздер бұның барлығын мұқият
толық ретінде өзіңіздің уақыттарыңызды бөліп осының барын толтырыңыздар. Полное наименование учебного заведения. Сіздер мысалы оқыған жерлеріңіздің заведенияларының барлығын осы жерге жазасыздар. Тип учебного заведения. Бұның барын выбирать етеміз. Учебный. Так. Мысалы мынандайды алайық. Таңдағаннан кейін міне курсы на предприятии дейік. Бұны енді сіздер оның барлығын дұрыстап мұқият толтыруларыңыз керек. Мен бұны сіздерге түсінікті ретінде барлығын толтырып шығатырмын. Дата поступления мысалы айтайық. 2014 дейік, 21 май дейік. Дата окончания 2020, мысалы 21 май дейік. Міне согласен на трудоустройство деген галочканы содан кейін басамыз. Содан кейін барып біз бұны сохранять етеміз. Бұл галочканы баспасаңыздар сіздерді негізі ары қарай өткізбейді. Соған байланысты мысалы сіздерде мына образованияға байланысты біз барлығын толықтырдық. Сіз қай жерде оқыдыңыз, не істедіңіз, мысалы соның барлығын толтырасыз. Сіздерде мысалы екінші оқуларыңыз болса, мысалы второй высший дейді ғой, соған байланысты мына жаққа добавить етіп негізі ары қарай толтыра берсеңіздер де болады. Так, бұдан кейінгі міне сведения о трудоустройстве. Трудовой деятельности. Бұл жерде сіз өзіңіздің осы жұмыс істегеніңізге байланысты бүкіл информацияның барлығын толтырасыздар. Яғни осы уақытқа дейін кім болып жұмыс істедіңіз, қалай жұмыс істедіңіз, соның барлығын мына жерде өзіңіз таңдайсыздар. Мен таңдайтын негізі жерлер бұл жерде өте көп. Мысалы, мен таңдай берем. Үлгі ретінде сіздерге. Сіз негізі бұның бәрін мұқият толтырыңыздар. Міне сохранить дегенді басамыз. Кейін уточнение. Белгілі бір уточнениялар болса, бұны жазсаңыздар дұрыс, бірақ бұл міндетті түрде емес. Наименование предприятия бұл обязательно жазу керек бұл жерде. Сіздің мысалы ТО болса ТО деп, как положено атын барлығын толтырасыздар. Вид деятельности предприятия. Сіздің предприятияларыңыз немен айналысты, сіздің бұрынғы жұмыс істеген компанияңыз. Соның негізі мысалы строительствомен айналысты мына жерде. Гражданское строительство. Инженерные, немесе осы автомобильные железные дороги немен байланысты, соның барлығын мына жерде көрсетесіздер ғой, енді өздеріңіз толтырасыздар, әр адам немен өзі айналысқан. Осының барын толтырып, мынаны сохранить етеміз. Мына жерге функциональный обязанность. Сіз немен айналыстыңыздар сол жерде, сол жұмыста, соның барлығын мына жерге жазып толтырасыздар. Кейін общий трудовой стаж, мысалы, кейбіреу 10 жыл, кейбіреу 20 жыл, кейбіреу 2 жыл жұмыс істейді, мысалы 10 жыл дейік. Период работы. Так, мысалы айтайық, сіз 2008-ден бастап сол жерде жұмыс істедіңіз, ана период работы қазірге дейін мысалы майдың 20-сына дейін жұмыс істедік дейік. Содан кейін бар, мына жерде галочканы басамыз, согласен работать по профессии деп. Бұны міндетті түрде басамыз, онсыз ары қарай өте алмаймыз. Сохранить етеміз. Міне біз сонда мына трудовая деятельность туралы сіздің бұрынғы жұмыс стажыңыз соған байланысты осы жерге барлығын толтырдық. Мына жерге образование туралы сіздің не оқыдыңыз, қалай оқыдыңыз, қандай институтта, қандай университетте, соның барлығын толтырдың. Содан кейін ары қарай мыналардың барлығы негізі толтырып шығуымыз керек. Міне причина незанятости. Қазіргі кезде не үшін айналыспайсыздар жұмыспен, сол туралы мына причина увольнения, незанятости, енді оны әркім индивидуально өзіне байланысты толтырады. Мен енді примерно алып кетем үлгі ретінде. Соған байланысты не работавшие, немесе лица, отчисленные из учебного заведения дейік. Былай айтқанда цель учета мына жерде осының барлығын негізі толтыру керек болады. Толтырамыз және осының барлығын сақтаймыз. Мына уровень образования дейік. Мысалы айтатын болсақ, енді сіз университетте оқысаңыз, мына высшее дейміз, колледжді бітірсек среднее, немесе осы мектеп бітірген шығарсыздар. Мысалы высшені таңдайық. Высшені мен өзім бітірдім, осы высшені таңдаймыз. Мысалы сізде қандай хобби, сол хоббидің барлығын толтырамыз. Мысалы профессиональные навыки сізде қандай сіз жақсы, білімді, соның барлығына жерге жазасыздар. Компьютерные навыки, Word, EGOV портал, EGOV сайтымен соның барлығын негізі білетініңіздің барлығын толтырасыздар. Мысалы личные навыки не менее 3. Мысалы бұл жерде үштен аз немесе үштен аз навыкты бұл жерде жазбауыңыз керек. Мысалы айтайық, бір сөзбен айтқанда минимум 3-ін аламыз. Сіз мысалы гибкий, креативный екеніңіз, соның барлығын мына жерге сақтаймыз жазып. Мына жерде мысалы 4-еу шықты. Критическое мышление, гибкость, осының барлығын толтырамыз.
Осының барлығын толтырғаннан кейін знание языков. Бұл жерде негізі толтырамыз, қандай тілді сіз білетініңізді. Мысалы айтайық, болгарский языкті білетін адамдар бар шығар, продвинутый дейік. Осыны негізі сақтаймыз. Кейін желаемая должность. Бұл жерде таңдаймыз. Міне мысалы айтатын болсақ, специалисты профессионалы немесе специалисты технологии. Енді өзіңізге байланысты қайсысын таңдағыңыз келеді, қай жерде жұмыс істегіңіз келеді, соған байланысты негізі толтырып шығасыздар. Мен бұны үлгі ретінде сізге толтырып жатырмын. Қайталап айтамын. Мен таңдаған заттарымды таңдау міндетті емес. Сізге қандай жұмыс ұнайды, соны таңдап, қай жерде жұмыс істегіңіз келеді, соны таңдайсыздар. Уточнение по профессии. Жазсаңыздар болады, бұл жерге осы уточненияны профессияңызда не керек, қалай керек, не істейді, соның барлығын. Желаемая минимальная оплата дейді. Біздің депутаттар айтпақшы, оларда средний зарплата 500 мың дейді. 500 мың дейсеңіз, енді өздеріңіз білесіздер, 1 миллионға дейін желаемая минимальная оплата, максимальная оплата. Режим работы бұл жерде таңдаймыз. Режим работыда адамдардың барлығы енді полный рабочий деньға таңдайды, бүкіл жұмыс күніне, яғни 8 сағаттық жұмысқа. Содан кейін согласие на размещение персональных данных. Бұл согласияны жасағаннан кейін міне далее деген жанат, жасыл кнопкамыз, осы кнопкаға басамыз ары қарай. Сіз ары қарай өтесіз. Бұл жерде қалай подписывать ету керек? Енді сіз ECP-мен кірсеңіз, сіз ECP арқылы осының барлығын подписывать етіп, ары қарай кіретін боласыз. Ал мына жерде подписать, используя мобильную электронную цифровую подпись десеңіз, осыны да таңдап, негізі ары қарай подписывать етіп, осы пособияны алу үшін заявканы ары қарай тіркеуге жібересіздер. Достар, осы заявканы жібергеннен кейін сіздерге бір күннің ішінде осы сіздердің заявкаларыңыз обработкадан өтеді. Бір күннің ішінде осы центр занятости сіздерге хабарласуы тиіс. Хабарласқан жағдайда олар сіздерден белгілі бір документтерді сұрауы мүмкін. Сол документтерді сіздер жібергеннен кейін бір күннің ішінде сіздерге жұмысты тауып береді центр занятости. Сол жұмыстан негізі сіздер бас тартуға құқықтарыңыз бар. Содан бас тартқаннан кейін негізі сізге осы жұмыссыздық статусы беріледі. Содан кейін сіз жұмыссыз болғандықтан сізге осы пособие төленеді. Назар аударғандарыңызға рахмет. Осы видео сіздерге ұнап жатса, осы негізі видеоға лайк басып, негізі менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.